Егер халық үшін басты байлық денсаулық, жан үшін басты байлық білім мен өнер болса, тек олардың көмегімен халықтар өркениет қатарынан өз орын табады. Басты міндет жастарға білім беру, қол өнерге үйрету, оларға мамандық беру. Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін қазақ даласында барлық ауылдарда қазақ мектептерін ашып, қазақ тілінде сабақ беру керек. Бұл біздің басты мақсатымыз және міндетіміз, дейді Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлының бүкіл өмірі қазақтардың өзін өзі билеуіне, мәдениеттің дамуына, білім мен ғылымның дамуына, ғасырлар бойы өзіндік халық шығармашылығының ұлт руханының сақтауына жанынды қамқорлықпен толы болды. Мұхтар Әуезов 1923 жылы Байтұрсынұлының қазақ халқына деген баға жетпес еңбегін ескеріп, оны қазақ зиялыларының көсемі деп атағаны бекер емес. Қазақтың бас ақыны мақаласы Байтұрсынұлының ұлттық әдебиеттану саласындағы алғашқы зерттеу жұмыстарының бірі. Онда Абайдың тарихи миссиясы, ақын мұрасының өзіндік ерекшелігі мен рухани байлығы қарастырылады. Оның шығармашылығының мәні ашылады. Байтұрсынұлының Абайдың көркемдік шеберлігі туралы зерттеу мен ғылыми тұжырымдары қазақ әдебиетінда көрініс тапты. Әдебиет танытқыш 1926 жылы қазақ тіліндегі ғылыми теориялық еңбектің алғашқы іргетасы. Онда әдебиеттің тарихи теориясы мен сынына, әдіснамасына дәл анықтама берілген. Қазақ әдебиеттану ғылымы жүйеге келтірілген. Ұлттық әдебиеттануда Байтұрсынұлы жаңа ұғымдары, терминдерді, категорияларды қалыптастырды. Мысалы, сөз өнері, шығарма, ауызша әдебиет, пен толғаныс, аллегория, эпитет, қайта ойластыру, бейнелену, гипербола, метафора, ирония. Ахмет Байтұрсынұлы алғашқы қазақ әліппесінің авторы. Ғалым Байтұрсынұлының құрметіне аталған жаңа қазақ әліпбиі кезінде жазу реформасының жүзеге кезінде барлық түркітілдес халықтар үшін жақсы үлгі болды. Тіл құрал лингвистикалық түсініктерге анықтама берілген. Сондай-ақ тілдік құрылым зерттелген және жүйеленген қазақ тілі бойынша алғашқы оқу құралы. Жерлесіміз Байтұрсынұлының есімі Қостанай қаласында мәңгі есте қалды. Оның есімін Қостанай мемлекеттік университеті аталады. Қалалық саябақта ескерткіш орнатылған. Қалалық орталық көшелерінің бірі оның